Саламатсыздар ма 4-ші сынып оқушылары, өзін-өз тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасы дәстүрлері. Құндылығы, сүйіспеншілік, қасиеттері, отбасындағы сүйіспеншілік, бауырмалдылық, татулық. Мақсаты оқушыларға отбасылық дәстүрлердің мәнін түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Үй тапсырмасын тексеру. 5-ші тапсырма дәптерге орындауға және әке тәрбиесі мәтіні оқып келуге берілген болатын. Сұрақтар. Әкесі кішкентай Бауыржанды қандай әдептілікке үйретті? Сәлем беру дәстүрі туралы не білесіңдер? Өз отбасыларыңда қонақ келгенде қандай дәстүрді сақтайсыңдар? Сабақтың дәйек сөзі. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны лерсің. Нақыл сөз. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Әңгімелесу айдарына мұғалім сыйын ұсынбақшымын. Бақытты отбасының сыры атты видеороликті тамашалауға шақырамын. Ертеде бір шаһарда екі кісі көрші болыпты. Олардың біріншісі бай саудагер Дәулет, екіншісі құдық қазып ақша табатын кедей кісі Сабыр екен. Саудагер өзінің көршісінің ылғи да ауыр бейнетпен су шығарып жатқанын көріп, ішінен: "Мынадай ауыр бейнет жасап, жарлы болғанша, мен секілді сауда жасап неге бай болмайды?" деп ойлап қояды екен. Бір күні ол көршісіне: "Қашан көрсем де ауыр бейнетпен пұл тауып жүргеніңді көремін. Бірақ әлі күнге байыған жоқсың. Сонда тапқаның қайда кетеді?" "Табысымды 4-ке бөлемін. Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін. Екінші бөлігін қарызға беремін. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын. Төртінші бөлігін ғана әйелім екеуміз азық етеміз." деп жауап беріпті кедей көршісі. Онда түсінікті" деп Дәулет өз жөніне кетеді. Бірақ сөздің мәнісін ұқпай, түнімен бас қатырып ұйықтай алмайды. Азанда болмағасын көршісіне барып, айтқанын түсіндіріп беруін өтінеді. Сонда көршісі сөзінің мәнін былай түсіндіріпті: "Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін дегенім, табысымның бірінші бөлігін кәрі ата-анама беретінімді айтқаным. Олар мені өмірге әкелді, бақты, өсірді. Олардың еңбегін түгел қайтару еш мүмкін емес. Перзенттік борышты ешқашан толығымен өтей алмаспын. Сонда да оны өтеуге тырысамын. Өйткені ата-анасына жақсылық жасаған бала пайғамбарлармен бірге жәннатқа кіреді" деген. Екінші бөлігін қарызға беремін дегенім, оны балаларыма жұмсағаным. Олар кейін бізді бағады, яғни қарызды қайтарады. Басқаларға мейірімділік етпегеннің өзді мейірімге бөлінбейді деген. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын дегенім, жетім жесірлерге тегін ауыз су шығарып беріп, ақыретке азық жинаймын дегенім. Себебі халық игілігі үшін су шығарып берген адамның алар сауабы өзі өлсе де артынан үзілмей барып тұрады. Ал төртінші бөлігін әйеліміз екеуміз азық етеміз. Ол түсінікті. Бейнебаян мазмұны бойынша сұрақ. Бейнебаяннан қандай ой түйдіңіздер? Құндылығын айқындайтын сұрақ. Отбасының татулығын ұстап тұрған қандай қасиеттер екен? Шығармашылық жұмыс айдарына кезек берейік. Сыңарын тап ойыны.
Сіздерге мақал-мәтелдер берілген, жалғасын өздеріңіз тауып, дауысты хабарламамен айтып беріңіздер. Әдепті бала ата-анасын мақтатар, әдепсіз бала ата-анасын. Ары қарай көп нүктенің орындағы сөзді тауып, мақал-мәтелді жалғастырып айтыңыздар. Жарайсыздар балалар. Үй тапсырмасы 11 сабақтан 2 тапсырма дәптерге орындауға, келесі сабақтан туған күн мәтінін оқып келуге беремін. Балалар, бүгінгі сабақтан алған жақсы қасиеттерді жүректеріңізге сақтап алыңыздар. Сау, саламатты болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.